Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден тапты кім? Сенсің менің қуанышым, шаттығым, сенсің менің тазалығым, пәктігім. Ана тілім, алтын ұям, құндағым, ақ бесікте әлдиеңді тыңдадым. Сенің жырың, сенің әнің айтарым, санам сөніп байланғанша тіл жағым. Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қайырлы күн. Бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз. Оқушылар, бірінші және екінші бағандағы сөйлемдерді салыстырып оқыңдар. Бірінші бағандағы сөйлемдер: Айнұр мектепке барды. Олар ойыншық сатып алуға келеді. Бүгінгі күн сондай тамаша болды. Маған кітап оқыған ұнайды. Екінші бағандағы сөйлемдер: Дамир әкесімен дүкенге барды. Дүкенде киімдер бар. Әкесі Дамирге ақ қолғап, қара етік, жылы тон сатып алды. Дамир сатып алған киімдерге өте қуанды. Бірінші бағандағы сөйлемдерде не туралы айтылған? Екінші бағандағы ше, қандай айырмашылықтар байқадыңдар? Қай сөйлемдер тобы байланысып тұр, қай сөйлемдер тобы байланысып тұрған жоқ? Неліктен деп ойлайсыңдар? Қанеке, ойланып көріңдерші. Жақсы оқушылар, бірінші бағандағы сөйлемдерде Айнұрдың мектепке баратындығы, олардың ойыншық сатып алуға келетіндіктері, бүгінгі күннің сондай тамаша болғандығы және де кітап оқығанды ұнататындығы жөнінде 4 сөйлемде 4 ой білдіріліп тұр екен. Ал екінші бағандағы сөйлемдерде Дамирдің әкесімен киім сатып алуға баратындығы, Дамирдің киім сатып алғандығы және де оған Дамирдің қатты қуанғандығы жөнінде айтылған. Екінші бағандағы сөйлемдердің тобы бір-бірімен байланысып, бір ғана ойды жеткізіп тұр екен. Бұндай мағыналық жағынан бір-бірімен байланысып, бір ғана ойды жеткізетін сөйлемдердің тобын мәтін деп айтады екенбіз. Олай болса оқушылар, біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мәтін. Жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін. Есімізде сақтаймыз. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болады екен. Мәтінде белгілі бір ой айтылады. Мәтінге ат қоюға болады. Оқушылар, гүл күлтешелерін мәтіннің басқа да белгілерімен толықтырайық. Мәтіннің негізгі ойы болады. Негізгі бөлімі, азат жолы, тірек сөздері, тақырыбы және де мәтіннің мазмұны және де тыныс белгілері болады екен. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 11-ші бетіндегі 12-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жәбірлеген? Шаншаров, деді де глобус қысыла жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. Әй Шоқпаров-ай, деп кейіді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүниежүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғанынан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жазыңдар. Мәтіннен тірек сөздерді табыңдар. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікірлеріңді айтып көріңдер. 13-ші жаттығу. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтіріңдер. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен ауымайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көздерден табуға болатындығын айтыңдар. 14-ші жаттығу. 13-ші жаттығу мәтініндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз дәптерлеріне көшіріп жазыңдар. Диалогты өздерің ауызша жалғастырып айтып көріңдер. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.